күн әріптестер, бүгін мен сіздерге Pleppity сайтында Word Search ойынның қалай жасалу жолымен бөліспекшімін. Бұл ойынды жасау, мына ойын. Жалпы Pleppity сайтында көптеген интерактивті тапсырмалар бар. Әп-сәтте 5 минутыңызды жұмсап жасап сабағыңызда қолдана берсеңіз болады. Кез келген пәнде пайдалануға жарайды. Соның ішінде өзімнің практикамда қолданып жүрген Word Search тапсырмасы. Осы вариантты тұрады. Demo Instructions деген түрі бар. Instructions дегенді таңдаймыз. Сосын мына жерде міне осы терезе ашылады. Осы терезенің төменгі жағына барғанда Make a copy of this template деген бар. Соны this template дегеннің үстіне барып, сілтеменің үстінен басамыз. Сол жерде бізде Google Sheets, яғни Google таблица жасалынған көшірме варианты бар. Соны біз көшірме жасау деп көшіріп аламыз. Көшірме жасау басамыз. Содан кейін бізде Google таблицадағы нұсқасы шығады. Яғни мына берілген сөздерді біз өзгертуіміз керекпіз. Яғни екі бағандағы сөздерді біз өшіріп аламыз. Өшіріп алғаннан кейін өзіміздің өтіп жатырған тақырыбымызға байланысты сөздер жазсақ болады. Мәселен, қазір мен информатикаға қатысты бір сөздер жазайын. Ақпарат, компьютер, құрылғы, келесі принтер, сканер, монитор, келесі экран дей салайық осының баламасын. Келесі бізде модем, интернет деген сияқты жаздық. Мына жерге бір 9 сөзді жаздық. Дәл осыны копировать етіп алып келеміз де, келесі жолға да қоя қоямыз. Содан кейін барып, біз жоғарыдағы файл деген таңдаймыз. Содан кейін барып, бөлісу деген болады. Опубликовать деп тұрады. Сонда интернетте жариялау деген бар. Опубликовать в интернете деген. Соны басамыз. Содан кейін бізге жариялау дегенді бассақ, содан кейін окей деген шығады. Сосын бізге мынадай сілтеме береді. Осы сілтемені Ctrl-C пернелерін пайдаланып, немесе оң жағын басып, мышканы копировать деп басып аламыз да, жоғары жағында интернеттің іздеу жолағына дәл осы сілтемені көшіріп әкеліп қоямыз. Содан кейін осындай зат шығады, осындай терезе Get the link here дегенді басамыз. Сосын мына сілтеменің үстіне тағы да бір басамыз. Сол кезде біздің манағы жасырылған сөздеріміз шықты. Енді мен жаңа 9 сөзді ғана енгіздім. Сіз одан да көп сөздерді енгізсеңіз болады. Мысалы, дәл осыны мен бірден принтерге жіберсем болады. Бірақ бір А4-ге бұл кішкентай нәрсе болғандықтан мен print screenді басамын да, осыны screen деп алам экранды. Өстіп screen деп алам да, содан кейін барып мен бұл тек қана бір варианты дайындалғанда, дәл осыны біз копировать етіп алып, қазір Word-қа қоям мен. Word-қа қоям. Бір парақта мен бірнешеуін шығара аламын да. Міне мынау бір варианты. Дәл осы енгізілген сөздерді біз мына батырманы басу арқылы түрлі етіп өзгертсек болады. Мысалы, бірнешеуін қойсақ болады. Дәл осы сөздер, бірақ әртүрлі вариантта орналасқанда, бұл жерде тік бағытта, вертикальный, горизонтальный бағытта, диагональный бағытта орналасады сөздер. Соларды оқушылар тауып, мына жерге қойып, осылай бір бетке бірнешеуін қойып, мына жерде өзгерту арқылы, біз мына жерде басып өзгерту арқылы өзгерте берсек болады. Бұл әсіресе сыныпта, мысалы, оқушылардан сабақ сұраған кезде бір-бірін олар тыңдамайды, шулайды да, дәл сол уақытта сабақ айтып тұрған оқушыға кедергі келтірмес үшін қалған балаларға осы тапсырманы беріп, тынышталдыруға болады. Кәделеріңізге жарасын, менің YouTube каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз.